Birinci сұрақ 3-тің 0 дәрежесінің 2 дәрежесі мәнін табыңыз. Бұл жерде бірінші 0-дің 2 дәрежесінде болғанбыз. 0-дің 2 дәрежесі 0 болады. 3-тің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Жауап Б. 1-ге тең болады. Келесі екінші сұрақта сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келеді? Бұл жерде байқайтын болсақ, ортадағы 2-ның 1 дәрежесі ол 2-ге тең. 2-ның 4 дәрежесі 16-ға тең, 2-ның 5 дәрежесі 32-ге тең. 2-ның 1 дәрежесі, x дәрежесі 8-ге тең болады. 2-ның x дәрежесі 8. Ол 8 дегеніміз ол 2-ның 3 дәрежесі. 2-ның x дәрежесі тең, 2-ның 3 дәрежесі. Негіздер бірдей болғандықтан дәрежесін теңдеп алсақ, x тең 3 болады. Мұны сұрақ белгісінің орнында 3 деген жауап болады. X натурал саны үшін төмендегі өрнектердің қайсысы әрқашан жұп болады? X натурал сан болғандықтан жұп та болуы мүмкін, тақ та болуы мүмкін. Егер x тақ болса, x плюс 5 жұп болады. X жұп болса, x плюс 5 тақ болады. Онда ауысып кетеді. X плюс бірінші A дұрыс емес. A деген дұрыс емес. Қарайтын болсақ, x плюс 4. Егер x жұп болса, x плюс 4 жұп болады. X тақ болса, x плюс 4 тақ болады. Ол да дұрыс емес, ол да ауысып кетеді. Дына қарайтын болсақ, x квадрат плюс 2x жіктейтін болсақ, x жақшаның ішінде x плюс 2. X тақ болса, x те тақ, x плюс 2 де тақ, оның көбейткенде тақ шығады. Егер жұп болса, x те жұп, x плюс 2 де жұп, жұп пен жұпты көбейткенде жұп шығады. Оны да ауысып кетеді. X квадрат плюс 2x келмейді. Енді x квадрат минус 1 жіктейтін болсақ, x минус 1, x плюс 1. Бұл жерде егер x-іміз тақ болса, x минус 1 жұп, x плюс 1 жұп болады, жұп пен жұпты көбейткенде жұп шығады. Егер x-іміз жұп болса, x минус 1-де x плюс 1-де тақ болады, тақ пен тақты көбейткенде тақ шығады. Бұл да келмейді. Енді Б жауабын қарайтын болсақ, жіктегенде x квадрат минус 1, оны тағы жіктесек x минус 1, x плюс 1. Енді бұл жерде x-іміз тақ сан болса, x минус 1, x плюс 1 жұп болады. Тақ пен жұпты көбейткенде жұп жауап шығады. Ал егер x-іміз жұп болса, x минус 1, x плюс 1 тақ болады. X-ің өзі жұп болғандықтан жұп пен тақты көбейткенде тағы жұп шығады. Сонда Б жауабында әрқашан x тақ болса да, жұп болса да, Б әрқашан жұп сан шығады екен. Төртінші сұрақ. Логикалық амал b минус d модулі b минус d факториал бөлінген b факториал түрінде берілген болса, 4 пен 1-дің амалын табамыз. 4 азайтылған 1 3 факториал бөлінген 4 факториал. Факториал дегеніміз ол 3 факториал бөлінген 4 факториал, ол 4 көбейтілген 3 факториалға тең. 3 факториал мен 3 факториал қысқарады, 1 бөлінген 4 қалады. Жауабы 0,25. Келесі 5-ші сұрақ. Қалтада 9 көк, 5 қызыл және 2 сары шар бар. Қалтаның ішіне қарамастан 4 көк шар шығарғанына нақты сенімді болу үшін қалтадан кем дегенде қанша шар алу қажет болатынын көрсетіңіз. Ең нашар жағдайларды қарастырамыз сондай есептерде. Ең нашар жағдайда алған шарымыз барлығы қызыл болды, 5 қызыл шар шықты. Алған шарымыздың барлығы сары болды, 2 сары шар шықты. Енді келесі алғандар міндетті түрде көк болды, өйткені басқа шарлар қалмады. 4 көк шар алсақ, сонда біздің осы алған шарлардың ішінде міндетті түрде 4 көк шар табылады. 5, 2-міз 7, сонда 11 шар алуымыз керек. А жауап. Келесі 6-шы есеп. 5 факториал көбейтілген 7 факториал бөлінген 8 факториал. 5 факториал көбейтілген 7 факториал. 8 факториалды біз 8 көбейтілген 7 факториал деп жазсақ болады. 7 факториалдар қысқарады. Енді 5 факториалымыз 5 көбейтілген 4, көбейтілген 3, көбейтілген 2, көбейтілген 1 бөлінген 8. 4 пен 2-ні көбейтсек 8 болады. Бөлімдегі 8-бен қысқарады. Сонда 5 пен 3, 15. Жауабы 15. С жауап.
Келесі 7-ші сұрағымыз, сауда орталығының көліктерді сату кестесі төмендегідей 2012-2016 жылдар аралығында көліктің қай түрі ең көп сатылғанын анықтаңыз. Әр машинаның, әр көліктің соңғы 5 жылдағы сатылған бағалы сандарын қарайтын болсақ, Mercedes 8651, Toyota'da 9246, Mazda 7600, Honda 8640, Audi 7114 сатылған. Солардың ішінде ең көп сатылғаны Toyota 9246. Жауап А, Toyota. Келесі А плюс Б. 8-ші сұрақ, А плюс Б мәнін есептеңіз. Бұл жерде байқайтын болсақ, астынан қарап бастап есептегенде 1 мен 2-ні қоссақ 3 шығады. 2 мен 3-ті қоссақ 5 шығады. 3 мен 4-ті қоссақ 7 шығады. Астына қараған 3 бұрыштарды 2-ге көбейтсек 6 шығады. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 5-ті 2-ге көбейтсек 10, 7-ні 2-ге көбейтсек 14. Енді тағы 6 мен 10-ды қоссақ 16, 10 мен 14-ті қоссақ 20. Енді дәл сол аналмен 32 мен 48-ді қоссақ Б шығады. Сонда Б тең болады 32 мен 48-ді қоссақ 80-ге. Ал А дегеніміз 2 есесі. А тең 2Б. 2Б ол 2 мен 80-ді көбейтсек 160. А тең 160, Б тең 80. А плюс Б сонда 240 болады. Жауап С. Келесі 9-ші сұрақ, қала ішіндегі жеңіл көлік жылдамдығының уақыт аралығындағы өзгерістері кестемен көрсетілген. Егер жеңіл көлік кестедегі уақыт аралығын көрсетілген жылдамдықпен тұрақты жүріп өткен болса, мысалы 3 минутта 45 км/сағат, онда 10 минутта жүріп өткен жолды анықтаңыз. 10 минутта жүрген жолды анықтау үшін барлығын 1 минутқа көбейтеміз. Сосын қосып шығамыз. Ал бұл 1 минут сағатқа айналдырып көбейтеміз. Сонда барлығын қосып 1 минутқа көбейтсек те болады. Барлығын 1 минут дегеніміз ол 60-тан 1 сағат. Барлығына көбейтіп шығамыз, қосамыз. 30 бен 40-ті көбейтіп, 30 бен 40 70, 45-імізді қоссақ 115, 175, 245, 320, 405, 505, 595, 690. Бұны 60-тан 1 көбейтілген 690. Ол тең болды. 690-ды 60-ға 11,5. Сонда 11,5 километр жүрген 10 минутта. Е жауап. Келесі 10-ші сұрақ, екі санның қатынасы 2 бөлінген 7 қатынасындай. Егер бірінші санға 36 санын қоссақ, осы сандардың қатынасы 5 бөлінген 7 қатынасындай болады. Бірінші санды табыңыз. Бұл жерде бірінші қатынас 7x деп алсақ, 7x. 36-ны қоссақ, 2x қосылған 36. Ол сонда қатынас 5 бөлінген 7-ге алмасады. Бұл жерде пропорция көбейтетін болсақ, 7 мен 2x плюс 36-ны көбейтсек 14x қосылған 252 тең болады. 7x пен 5-ті көбейтсек 35x. Бұл жерде минус 21x тең болады минус 252. X тең болады 252-ні 21-ге бөлсек 12. Сонда x 12 болады. Бірінші сан бізде 2x болған. 2x, x-ның мәні 12-ні қойсақ 24. 2x тең 24. Бірінші сан 24 болады. Д жауап. Он бірінші сұрақ, төмендегі мәлімет бойынша сұраққа жауап беріңіз. Мирастың әкесінің, ағасының, атасының, ағасының баласы кім болатынын табыңыз. Мирастың әкесінің ағасының, Мирастың әкесі Дастан, оның ағасы Матай. Атасының ағасы Матайдың атасы Достан, Достанның ағасы Дархан, баласы Сайран. Сонда жауап Сайран болады. Е. Келесі 12-ші сұрақ. Берілген графикке сәйкес түзудің бұрыштық коэффициентіне кері санды табыңыз. Бұл жерде графиктің функциясын қарайтын болсақ, x тең 1 болған кезде y
x тең 1 болғанда y 3-ке тең болып тұр. Сонда y тең 3x болады. Графиктің функциясы. Бұрыштық коэффициенті деген m тең болады. X-тің коэффициентін y-тің коэффициентіне бөлеміз. 3 бөлінген 1. Ол 3-ке тең. Бұрыштық коэффициент 3-ке тең болады. Енді бұл жерде бұрыштық коэффициентқа кері сан. Кері сан дегеніміз 1-ге бөлеміз. 3 болса, бұрыштық коэффициент 3 болса, оны 1-ге бөлсек, 1 бөлінген 3. С жауап. Келесі 13-ші сұрақ. Қандай да бір санның 40%, 50 санының 80%-ін құрайды. Осы санды табыңыз. Бұл жерде x белгісіз санды x деп алсақ, x санының 40%, 40% дегеніміз ол 0,4x тең болады 50 санының 80%. 80-нің 50% деп алсақ болады. 80-нің 50% деп алсақ, ол 80-нің жартысы деген ол 40-қа тең болады. Сонда x тең 40-тан 0,4-ке бөлсек 100 болады. Белгісіз сан 100-ге тең болады. Қысқа жауап. Келесі 14-ші сұрақ. Аулада жайылып жүрген тауықтардың саны қозылардың санына тең. Олардың барлығында 54 аяқ бар. Аулада неше тауық жайылып жүргенін анықтаңыз. Тауықтардың санын x десек, қозылардың санын y десек, x тең y. Ал аяқтардың барлығын аяқтар. Тауықтарда 2 аяқтан бар, 2x, қосылған қозыларда 4 аяқтан бар, 4y, 56 болады, 54 болады. Теңдеулер жүйесі болады. Бұл теңдеулер жүйесін біз алмастыру тәсілімен шығарсақ болады. Аулада неше тауық жайылып жүргенін анықтаңыз. Тауықты табу үшін x керек бізге. Сонда 2x, y-ті x пен алмастырамыз. 4x тең 54. 6x тең 54. X тең 54 6-ға бөлсек 9. Сонда 9 тауық жүр аулада. Келесі 15-ші сұрақ. Түзудің бойында 7 нүкте алынды. Ұштар осы нүктелер болып табылатын кесінділер санын табыңыз. Бір түзуде 7 нүкте бар. 3, 4, 5, 6, 7. Бұл жерден неше әрбір нүктеден келесі нүктелерді санағанда өзінен басқа барлығына түзу кесінді жүргізуге болады. Бірінші А нүктесінде болсақ, А нүктесінен 6 нүктеге, Б нүктесінен тағы 6 нүктеге, С нүктесінен тағы 6 нүктеге, сонда әрбірінен 6 нүктеге жүргізуге болады. Сонда 7 көбейтілген 6 42 болады. Ал біз А-дан Б-ға да жүргіздік, Б-дан А-ға жүргіздік. Сондықтан әр кесінді 2 реттен санадық. Сол үшін 2-ге бөлеміз. 42-ні 2-ге бөлсек 21. Сонда 7 нүктеден 21 кесінді жүргізуге болады екен. Б жауап. Келесі 16-шы сұрақ. Үшбұрыш берілген. Ең кіші қабырғасы 12, ал қабырға өлшемдерінің өзгеріс ауқымы 7-ге тең. Егер тағы бір қабырғасы 17 болса, үшбұрыштың периметрін табыңыз. Бұл жерде ең кіші қабырғасы 12, ал өзгеріс ауқымы 7. Онда ең үлкен қабырғасы А болса, А-дан 7-ні азайтқанда, А-дан 12-ні азайтқанда, ең үлкен қабырғаны ең кіші қабырғаны азайтқанда 7-ге тең болады. Сонда А тең 19. Бір қабырғасы 19. Периметрін табу үшін 3 қабырғасын қосамыз. 19 қосылған 12 қосылған 17. Сонда периметр тең болады 31, 48. 48 сантиметр. Жауап Б. Келесі 17-ші сұрақ. Натурал саннан құралған сандық қатар 12 саннан тұрады. Сандық қатардың ең кіші мүшесі 11-ге тең болса, ал өзгеріс ауқымы 34-ге тең болса, осы сандық қатардың бірінші және соңғы мүшесінің арифметикалық ортасын табыңыз. Бұл жерде ең бірінші мүшеміз А1 тең 11-ге, А12 тең белгісіз болса, А12-ден А1-ді азайтқанда 34-ге тең болады. А1 бізде 11 болса, А12 тең 11 мен 34-ті қоссақ 45. А12 45 болады. Бірінші санымыз 11, екінші санымыз, соңғы санымыз 45 болса, екеуінің арифметикалық ортасы 11 қосылған 45 бөлінген 2, ол 56 2-ге бөлсек 28. Жауап
Е. Келесі 18-ші сұрақ. Ойын сүйегін лақтырылды. 3-тен кем емес санның түсу ықтималдылығын анықтаңыз. Ойын сүйегі 1-ден 6-ға дейінгі сандармен белгіленген. Ойын сүйегі 3-тен кем емес болса, онда 3-тен кем емес сандар 3, 4, 5, 6 болады. Сонда 4 жауап болуы мүмкін, бөлінген. Барлығы 1-ден 6-ға дейін 6 сан бар. 4-ті 6-ға бөлсек, 2-ге қысқарады, 3-тен 2 болады. Жауап Б. Келесі 19-ші сұрақ. 2 санның қатынасы 2 бөлінген 3 қатынасына тең. Егер бірінші санға 8 санын қосса, онда осы 2 санның қатынасы 6 бөлінген 7 қатынасына тең болады. Бірінші санды табыңыз. Қатынасты 2х бөлінген 3х деп алсақ, бірінші санға 8-ді қосқанда 2х қосылған 8 болады. Сонда қатынас 6 бөлінген 7 болу керек. Пропорциямен 7 көбейтілген 2х плюс 8 ол 14х қосылған 56 тең болады. 6 мен 3х көбейтсек 18х. Минус 4х тең болады минус 56. Х тең 56, минус 56, минус 4-ке бөлсек 14. Х 14 болады. Бірінші санды табыңыз дейді. Бірінші сан бізде 2х болған. Х-ның 14 қойсақ, 2х ол 28 болады. Жауап С. Келесі 20-ші сұрақ. 6 нүкте арқылы ең көп сызуға болатын түзулердің саны. 6 нүкте егер бір түзудің бойында тұратын болса, онда бір түзу ең аз дегенде бір түзумен жүргізуге болады. Ал бізде ең көп түзулердің санын сұрап тұр. Сонда ешқандай 3 нүкте бір түзудің бойында жатпайды. Әр екі нүктеден бір түзу жүргізуге болады. Сонда әр нүктеден 5 түзу шығаруға болады. Әр нүктеден 5 түзу шығарамыз. Мысалы, А нүктесі болса, келесі Б нүктесі болса, А-дан 5 түзу шығады, Б-дан 5 түзу шығады, С-дан 5 түзу шығады, барлығынан 5 түзуден шығады. Ал А-Б түзу мен Б-А түзуі бірдей болады. 6 нүктеден барлығынан 5 түзуден шығатын болса, 30 болады. Ал А-Б түзу және Б-А түзуі тең болғандықтан 2-ге саналып тұр, сондықтан 2-ге бөлеміз. 30-ды 2-ге бөлетін болсақ, 15. Сонда 6 нүктеден 15 түзу шығаруға болады екен. Б жауап.